Сәлем қыздар, егер де сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Мен сіздерге өзімнің қазіргі уақытта тоқып болған немесе тоқып жатырған процестерімді көрсетпекпін. Әрине шапкаларды да бас қыстың соңғы айлары келе жатыр. Мен өзімде бар қалдық жіптерден шығарылымдарды толығымен көріп жүрген болсаңыздар, мен өзімде қалған соңғы жіптердің барлығын бітіріп тастау үстіндемін. Себебі менде өте көп толып кетті, жіптер жиналып қалыпты. Сол себепті кішкентай жіптерден алдыңғы шығарылымдарда мен алашалар тоқып тастадым, немесе жаңағыдай следоктар тоқу үстіндемін. Әйтеуір бітіру керекпін, себебі мен алдыма жаңадан жіптер заказ беріп тапсырыспен алғым келіп отыр. Сол себепті бітіріп тастау керек болып тұрмын. Менің алдымда мынандай шапкалар, бас киімдер тоқылып жатыр. Мен бұл бас киімдерді өзімнің алдыңғы шығарылымдарда тоқыған свитерлермен қалған қалдық жіптерден тоқудамын. Егер де сіздер менің алдыңғы шығарылымдарымда көріп жүрген қыздар болсаңыздар, мен қызыма мынадай жемпір тоқыған болатынмын, свитерді. Мынадай свитер тоқыған болатынмын. 5 жастағы қызыма 5-6 жастағы қызғарсыздар. Мінекей түсі бұның деген Ализе Ангора Голд симли жібінен тоқылған. Біреуі Ализе Лана Голд 800 жібімен Ализе Ангора Голд симли жібінің екеуінің араластырылып тоқылған жіп. Егер де сіздер алдыңғы шығарымды көрсеңіздер, көріп жүрген болсаңыздар, бұл жіптің номерін білесіздер, мен бұны айтпай-ақ қояйын. Мінекей мынандай біраз түрі қалды. Сол себепті мен бұдан қалғанынан әлі бір нәрселер тоқу үстіндемін. Қазір мен сіздерге бұдан не тоқығанды көрсетпекпін. Мінекей мынадай Ангора Голд жібінің екі түнінен қызыма арнап мынадай береткі тоқыдым. Мінекей handmade деген жазуында биркісінде жасырып қойдым. Қызыма ұнады. Жалпы тоқыма барыс үстінде, егер де сіздерге керек болса, пікір жазғанда комментарийде айтыңыздар. Мен сіздерге бұл береткінің қалай тоқылған айтайын. Жалпы бұнда мен кішкене жиырылатын береткінің түрін тоқыдым. Және мен мынадай жүрекшелер салып тоқыдым. Мінекей мұнда 8 жүрек салынды. Және де мінекей қыздар, кешірім өтінемін, алдын ала мен күндіз ешқандай да уақытым жоқ, жарықтың түсуіне кешірім өтінемін. Қазір мен түнде кішкентайым ұйықтап отырған уақытта бұл видеоларды шығарылымдар түсіру үстіндемін. Сол себепті қыздар, сіздерден кешірім өтінемін. Егер де жарықтың қалай деп айтамын, түсуі өте нашар деңгейде болса, мінекей жүрекшелер және де мынандай төбесіндегі жібі. Қызымның киіп түскен суретін міндетті түрде көрсетемін. Енді менде мынандай өзімде кішкентай жіп қалды. Білмеймін, қызыма тағы бір нәрсе тоқимын деп ойлаймын. Әрине кішкентай ғана нәрсе. Қазір сіздерге көрсетейін. Менде береткіға қанша жіп кеткенін. $43 грамм жіп кеткен Ангора Голд симли жібіне. Енді менде қалды, қазір қолымда 45 грамм жіп қалды. Тағы да бір осындай береткі шығатындай жіп қалды. Білмеймін, мүмкін мен оны жай ғана шапка тоқуым мүмкінді. Мынау береткі, мүмкін мынау шапка. Білмеймін, көрем қыздар. Осындай мүмкін алдағы уақытта осы Ангора Голд симли жібін алып, мүмкін ақ түсімен араластырып жемпір тоқуымдан болады. Мүмкін оны алдағы шығарылымдарды көреміз. Бұл алдағы жоспарлар.
Бұл менде ұмытпасам, бұл да Ализе жібі, Lanagold 800 болу керек. Мүмкін Lanagold тикпекен, Ализе Lanagold тикпекен, әлде Ализе Lanagold 800 анығын білмеймін. Мен бұдан 2 мотогын алған болатынмын. Бұл 200 грамда, 100 грамнан 2 мотог алған болатын. Бұл менде цвет фиолетовый. Қызыма ұнады. Егерде алдыңғы жемпірім менің жаңағы Ализе Ангора Голдтан тоқылған жемпірім ұзын болса, мен бұны қысқалау етіп тоқыған болатынмын. Қолдары бәрі шақ келді. Қызыма қатты ұнайды. Мінекей, оның қатты жақсы көретін пони, мінекей. Осы. Содан соң бұның қалдығы жібі қалды. Сол себепті мен мынандай бас киім тоқыдым оған. Көктем келе жатыр, оның басына жұқалау бас киім керек болғандықтан мен бұдан 2 тіннен тоққан екенмін қыздар толығымен. Және де қызым әлі кішкентай, ханшайымды ұнатады. Сол себепті мен оның бас киімнің алдына мынадай коронаның суретін салдым. Және де мынадай моншақтармен әрледім. Бұл бас киімді бүгін киіп шықты, өзіне қатты ұнады. Бұның да мен киіп түскен суретін сіздерге міндетті түрде көрсетемін. Коронаның суретін қыздар интернеттен алып алуға болады, суретін. Мен сол бойынша теріс, мына оңшалумен тоқыдым ғой. Сол мына коронаның суретін мен теріс түрде белгілеп алдым. Сіздерге жақсы көрініп тұр деп ойлаймын. Мінекей. Мен бұны жудым, қыздар. Қызым басына киді бүгін. Мінекей. Басы жоғары жағы асқабақ тәріздес көтеріліп тұрады. Тыковка дейді ғой оны қазір. Мінекей осындай. Жалпы мына жіп менде ешқандай да түтілген жоқ. Мен бұнда қызым біраз кию үстінде сабағына жуылды, 2-3 рет жуылды. Ешқандай да әзірше катышка түйіспектелу ештеңе көрінген жоқ. Жалпы сіздерге кішкене қоңырқай түрде көрініп тұр ғой, ал шынайы өмірде кәдімгідей фиолетовый еді. Сіздерге түсінікті түрде айтып, фиолетовый немесе сия түстес, жақсы түс. Мінекей осындай екеу бір набор болды менде бұлда. Айтуға ұмытып кеттім. Мына қазір мен мына бас киімде мен қанша грамм жіп жібергенімді айтайын. Қыздар 32 грамм ғана жіп кеткен. Жалпы 50 граммдық жіптерден мен сіздерге айтатыным, 50 граммдық жіптерден ешқандай қорықпай ала берулеріңізге болады. Бір бас киім міндетті түрде шығады. Берет болсын, немесе былай мынандай шапка болсын, кішкентай қыздарыңызға міндетті түрде қорықпай ала берулеріңізге болады. Егерде сіздер менің алдыңғы шығарылымдарымды көрген болсаңыздар, мына сіздер бұл Салабайы, Ализе Салабайы жібі туралы жақсы білесіздер. Мен мына жіптің түсін білмеймін. Бұл жіптің түсін шын айтсам білмеймін. Бұл менде азғантай қалған жіптер. Көбіне мен бұдан бас киімдер тоқыдым, көбін сыйладым. Сіңілеріме кішкентай інімнің қыздарына берген уақыттарым болды, тағы да сыйлыққа берген уақыттарым болды. Сол себепті менде бұл жіптер бітудің үстінде мен бұны қыздарыма қайсысына болсын береткі тоқыдым. Осы жаңағына болдым. Сол себепті бұл әлі түзуленген жоқ. Жалпы сіздерге кейде ойлауларыңыз мүмкін, бұл жіп қандай жіп, бұл киген уақыт
уақытта моншақтары жаңағы мына жеріндегі пайеткалар бар ғой, солар кедергі жасамай ма, немесе бұл күйеу барысында түйіршік келмей ме деген ойлар болады ғой да. Мінекей менің қызыма тоқығаным бұрын, бұның ақшыл түсі де қазір аппақ емес, біртүрлі сүт түстес жіптен тоқығаным. Тап осы жіп салабай жібінен маған қатты ұнайды. Жалпы алдыңғы тапсырыста мен міндетті түрде бұның осы түсінен заказ тапсырыс беремін деп ойлаймын. Ешқандай түйіртпеушілік жоқ, қыздар, қараңыздар. Неге жуу барысында да мына пайеткалар бар ғой, моншақтары ешқандай түстері кеткен жоқ, сол қалыпта тұр. Мінекей көрсеңіздер, ешқандай да түстері кеткен жоқ, ешқандай түйіршіктер болған жоқ. Мінекей мына бұл бас киім қазір кішкентайыма басына сыймай қалды. Лақтырып тастауға қимаймын. Ешқандай да мен үшін қиылған да жоқ, түйіршік келгенде жері жоқ болғандықтан мен бұны сақтап жүрмін. Мүмкін біреуге сыйлыққа берермін. Кішкентай баланың бас киімі. Өте әдемі кигенде. Енді сол себепті мен қызыма мынадай бас киім береткі тоқыдым. Мен бұны әлі жуған жоқпын. Мінекей өзіме ұнады. Енді менде мынандай кішкентай ғана жіп қалды, бұдан артылған. Азғантай қас қарайынмен тағы да мүмкін бұдан тек қана шапка шығуы мүмкін мына жіптен. Қас қарайын береткіға менде қанша жіп кетті екен? 31 грамм жіп кеткен. Жалпы бұларда матоқтарында, мынандай бір матоғында 100 грамм жіп болады. Жалпы сонда есептеңіздер, бір матоқта 3 бас киім тоқуға болады. Шамамен де. Енді мен мынаны қалдық жібімді қарайын, мүмкін менен бір нәрсе шығар. 26 грамм жіп қалған. Көрем, мүмкін қызыма шапка шығар. Қазына бұрын тоқығанды қарайын, 24 грамм. Мен бұны 24 грамм, мұнда 26 грамм. Мүмкін сыйлыққа біреуге бас киім тоқырмын. Бұл ең соңғы қалған жіп менде. Сонымен қыздар, бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер де шығарылым ұнаса, лайк басыңыздар, арнама жазылыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте қанат бітіреді, мен үшін қуантады. Сол себепті сау болыңыздар. Пока-пока.